Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін керемет дәмді болып шығатын капкейкі жасаймыз. Жұмыртқамызға шекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болған соң үстінен сүтімізді құйып, тағы да 5 минуттай араластырамыз. Сұйық майымызды құйып, тағы да венчиктің көмегімен араластырамыз. Араластырып болған соң ұнымызды 2 бөліп саламыз, және де 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Қалған ұнымызды салып, 1 келкі болғанша араластырамыз. Тестамыз осындай керемет болып шығады. Капкейкінің формасына ортасына дейін салып шығатын боламыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Дайын болған капкейкиді насадканың көмегімен осылай ойықтар жасап аламыз. Капкейкінің ортасына қалған начинкаларыңызды салсаңыздар болады. Дайын болған капкейкелерді кремнің көмегімен қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет, ас болсын.